служанка, немнің азабы таңнан кешке дейін бір тірлікті істеп, одан өз-өзіңе қарамайсың ба деп жазатын менің алтындай оқырмандарым қалайсыздар? Ал осы служанкаға тіркеліп лайк басып комментарий жазып келіндерді қолдап отырайық. Маған жазған комментарийлардың ішіндегі ең көзге түскен осы сөздер болды. Служанка, өз-өзіңе қарамайсың ба, одан немнің азабы таңнан кешке дейін бір тірлікті істеп. Қыздар, мен де демаламын, мен де адам баласымын. Құдайға шүкір, күйеуім мені салонға да жіберіп тұрады. Өзіме керек уақытта демаламын. Көп келіншектер менің видеомды көріп ойлайды, ойдың таңертең ерте тұрады, таңертең ерте тұрып ата-енесіне шай береді деп. Жоқ, қыздар, қателесесіздер, мен де адаммын ғой. Таңертең онда ерте тұрам деп айта алмаймын. Ата-енем, мен тұрмасам да ата-енем таңертең шайын құйып, өздері шайларын, тамақтарын іше береді. Маған ата-енем өзің демала бер, өзіміздің шай ішіп құйып жететіндей қауқарымыз бар деп, демала бер деп маған ата-енем өзі жібереді. Мен өзім осы отбасының жалғыз келінімін. Аллаға шүкір, ата-енемнің батасын алып жүрген келіндердің бірімін. Сондықтан мен өзімді служанка деп есептемеймін, себебі тазалық өзім үшін қажет. Үйің таза болып тұрса да өзіңе жақсы атмосфера сыйлайды. Біреудің үйін без өзімнің үйімді жинап жатырмын ғой. Сондықтан жаман пікір қалдырып, келіндерді өйтіп шошытып алмаңыздар. Жақсы пікір қалдырып, жақсы ниетте болайық. Ал енді маған сырттан қарап отыра берме, маған тіркеліп лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлімка Келінка. Всем пока-пока.